Жекешелендіру кезінде мен 300 өндірісті жекешелендіруге қатыстым. Мен содан ешқандай өзіме үлес алғам жоқ. Жемқорлық деген дүние болды ма? Партияның мүшесі жүру үшін бір тиын жеп қойсаң да, вот содан сұрайды. Сондықтан қорқамыз. Монғолияның қазақтарға деген көзқарасы қандай болды? Қазір қандай болып жатыр? Бізге бір басқа көзбен, басқа ниетпен қарайтын моңғол адам көргем жоқ. Қазақстанның экс-президенті Назарбаевпен кездескен кездеріңіз болды ма? Назекең Қытайға бара жатып моңғолға түсті. Қай бір жерде мына ұлттың жойылатын негізі тілде. Мына өзіміздің өзбек, міне қасымызда тұр. Бұлар орыс тіл туралы сөз қозғалған жоқ. Ал біздегі ең қиыншылық бірінші мемлекеттік тіл қазақ тілі дейміз де, орыс тілі сонымен бірдей керек деніледі дегенде қоямыз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бай медиа арнасындағы бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Монғолияның мемлекет және қоғам қайраткері Зархан Бағлатұлы. Зархан аға, біздің шақыруымызды қабыл алып келгеніңізге көптен көп рахмет. Енді алғашқы әңгімемізді сізді енді Монғолия қазақтар көбі бәрі біледі. Сол саладағы мемлекеттік қызметте ең бір жоғарғы деңгейлерге жеткен азаматтардың бірісіз. Сонымен қатар енді әлемде 7,5 миллион қазақ бар десек, солардың ішінде де ең бір жоғарғы қызметтерге, лауазымдарға жеткен адамдардың бірі ретінде қазір бәрінің есіндесіз. Қазіргі жағдайда енді немен айналысып жатсыз? Жалпы өзіңіз туралы таныстыра кетсеңіз. Рахмет. Мен осы Қазақстанға оралып келгелі биыл 18 жыл болды. Ал бұрын сол жас кезімізден бастап пенсияға шыққанға дейін Монғолияда оқыдық, Монғолияда еңбек еттік. Монғолияда қазақтар өз еркімен қалайда ол кісілерден қалыспай, шамамыз келсе ашып түсу жағын ойлап істеп жүрдік. Мен сол жоғарғы мектепті Монғолияда бітірдім. Мамандығым зоотехник. Ал соң ауылдан өзімнің жұмысын бастадым. Ауылда зоотехник болып 2 жыл жарым істеппін. Одан кейін бұл жақтың сөзімен айтқанда облыстың, о жақтың сөзімен айтқанда аймақтың орынбасары болып, Восточно-Ковийский деген, шығыс қол аймағы дейіз қазақша. Сол аймақтың әкімінің орынбасарын істедім 15 жылдай. Одан кейін Қобда аймағының әкімінің орынбасарын істедім, тағы 9 жыл. Одан кейін Монғолияның ауыл шаруашылық бірлестіктерінің жоғары кеңесі дейтін болады. Сол кеңесте орынбасар қызметін атқардым. Ал ең соңында Монғолияның ауыл шаруашылық өндіріс министрлігінің мемлекеттік хатшысы деген лауазымда жұмыс істеп тұрып, содан соңында пенсияға шықтым. Ал енді осы ортада біз Монғолияда не істеп жүрміз, қандай бағытта жүрдік, қалай тіршілік еттік дегеннің бәрі өте қызық әңгімелер. Олар енді бөлек болу керек деп ойлап отырмын. Ол осы ортада тағы да Монғолияның мына жоғарғы кеңесі, ұлы құрыл деп айтады. Сол ұлы құрылдың депутатына сайланып, Монғолдың алғашқы демократиялық заңын қабылдасуға қатысқан депутатпын. Ал енді осы Монғолиядағы жұмыстарымды ілгері жүргізу үшін дүниежүзінің көп жеріне бардым. Осының ішінде бір 40-та елге 5 құрлыққа барыппын. Содан енді пенсияға шыққаннан кейін осы ата жұртымызға бала-шағамызбен, ауылымызбен бірақ көшіп келдік. Енді Монғолияда сондай бір үлкен қызметтерде болдыңыз. Біздің Қазақстанда үлкен лауазымды адамдардың барлығы жеке кәсіп ашып дегендей шетелден үйлер сатып алып, жағдайларын жасап жатады. Сіз онда жағдай жасай алмадыңыз ба өзіңізге? Енді біздің кезімізде білесіздер, социализм орнатамыз дедік.
социализм орнату үшін кедей болу керек. Дүние жинамау керек, ішіп жемеу керек. Осы қағида бізге өте үлкен әсер етті. Бұл бір жағы тәрбие болды бізге. Неге дегенде, осындай жоғарғы жұмыстарда жүргеніммен, мен өз басымнан Монғолиядан 2 бөлмелі пәтерім ғана болды. Ал ауыл шаруашылық өндіріс министрлігінің мемлекеттік хатшысы тұрғанда жекешелендіру басталды бізде. Жекешелендіру кезінде мен 300 өндірісті жекешелендіруге қатыстым. Мен содан ешқандай өзіме үлес алғам жоқ. Ал осы күнде байқап отырам, 300 өндіріс тұрмақ, бір өндірісті жекешелендіргенде ауданысын әркім өз құлқынына салу жағын ойлайды. Ол енді тәрбиенің кішкене бізге сондай тәрбие жасаймыздан арғы тегімізден берілді. Социализм оған жақсы тәрбие берді. Ал біз ешқандай үкіметтің айтқан жұмысын ғана істеп, сол жердің көркеюі, өркендеуі үшін ғана қызмет еттік. Ал өз басымызға, жеке меншігімізге ешқандай нәрсе жинау жағын, дәулет жинау әсіресе, о жағын ойламадық. Енді сіздер жас кездеріңізден коммунист болып өстіңіздер, социализм мен Карл Маркстің капиталымен тәрбиеленіп өстіңіздер. Қазір сол ойыңыздан айнадыңыз ба, жоқ әлде коммунистсіз ба? Мен жас кез, сіздер білмейсіздер, ол біздің жас кезімізде бірінші мектеп оқу керек, жоғарғы маман болу керек. Жоғарғы маманды болғаннан кейін сенің баратын жеріңде, істейтін жұмысыңды үкімет көрсетіп, партия көрсетіп береді. Соған барасың. Ал ол кезде мен сол зоотехник болып істеп жүргенде 1-2 жыл, 1 жыл жүргеннен кейін сол біздің партиясының хатшысы айтады ғой, сенен мына коммунист партияға кірмесең, келешегің нашар болып кетеді. Қазір сен байқап жүрім, жақсы жігіт сияқтысың. Содан мен Моңғолдың революцияшыл партиясы дейтін коммунист партия болған. Сол партияның мүшесіне кіріп, 1990 жылға дейін сол партияның мүшесі болып жүрдім. Солардың істеген, айтқан істеп, шамам келгенше өзім жауаптанған жұмыстарымды ілгерілету үшін істеп жүрдім. Ал бірақ та сол кездерде кішкене ойымызға келеді. Осы біздің істеп жүргендеріміздің кейбіреуі кішкене оғаш сияқты, басқа сияқты. Біз о кезде тек Совет мемлекетінің ғана нәрсесін біледі ғымыз. Ақпарат жоқ ешқандай. Қытай десе жау деп ойлаймыз, Америка десе тіпті жау деп ойлаймыз. Ал Совет мемлекетінен айтты десе соны орындаймыз. Біздің Монғолияда істелген жұмыстардың ауданысы, сол кездегі өркеніміз тек Совет мемлекетінің енді бір айтқаны ма, соның істеген біз қайталап істеп жүрген ұқсап жүрдік. Мысалы мен жалғыз дәлел келтірейін. Осында колхоздастыру болды. Колхоздастыру деген қазақты аштан қырып тастағаннан кейін ар жағында тіршілік ете алмаған халықты біріктіріп, үкіметтен басқаратын осындай системаға көшті. Сол кезде кейінірек біз 1959 жылы жалпы бірлестіктендіру дейтін осындай үлкен науқан жүрді. Осы бірлестіктендіру деген не болды дегенде, Монғолиядағы біздің барлығымыздың малымызды үкімет ақшасыз, ешқандай төлемсіз жинап алды. Ал одан кейін халықтың бәрі біркелкі кедей болды. Сондықтан осындай оғаштарды ойлағанда, соның енді ауданысын біз өзіміз істедік қой. Бір жыл 1991 жыл болу керек. Мен Америкаға бардым. Осы енді колхозымызды қайтеміз, мына бірлестік, бізде бірлестік деп атайды. Соны қайтеміз, мына жеке меншікке береміз бе, жоқ па деген үлкен мәселелер шықты ғой. Содан Америкаға бардым, Қытайға бардым, Японияға бардым, Францияға бардым. Осылардан көріп келгеннен кейін жекешелендіру туралы заң шығару керек екен деп ойладым. Ал бірақ сол кезде Американың фермерлер одағына
Соларға барып, олардың тәжірибесін көріп, олар да ауыл шаруашылығын қалай өркендетіп жатыр, жекеменшік қалай жұмыстап тұр деп, одан 2 күн сонда болып, 3-ші күн енді сіз Моңғолдың тәжірибесін айтыңыз дегенде, сол бірлестіктендіру деген мәселелерді айтқанда, менен сұрақ сұрайды. Сонда бірлестік дегенде малы көп екен, ол малды қайдан тауып алды? Жер үлкен екен, ол жерді қайдан сатып алды? Жоқ, малды жеке меншіктегі малдарын жинап алдық. Жақсы көңілмен берді. Жерді үкімет берді. Дегенде, әгілер менен сұрап отыр ғой, осы сіздерде негізгі заң деген бар ма? Бұл ана жеке меншікті қорғауға арналған ба, жоқ па? Ой, бар бізде заң, барлық меншікті қорғаймыз дегенбіз. Бірақ соңында осындай жеке меншік осылай болды, ал біз бірлестік орнаттық. Сонда бірлестікке малды жинап алған адамдар жауапқа тартылды ма, сотталды ма деген сұрап отыр ғой. Жоқ, сотталғанымыз жоқ. Жеке меншікке малды көп жинаған адамдарды орден, медаль беріп сыйладық. Рахметімізді айттық. Десеге, сонда бас шайқап отыр. Сонда біздің қалай мына дүние жүзінің өркенінен қалай басқа жаққа кетіп қалғанымыз есімізге, әгідердің тек сұрақтарынан есімізге түсіп отыр ғой сол кезде. Міне осы сияқты сол коммунисті партияның мүшесі болып 90-шы жылға дейін жүріп, Америкаға барып келгеннен кейін бірлестікті жекешелендірейік, оны малын тұтас жекеменшікке берейік, бірлестікті таратайық деген сияқты пікірлер айтқаннан кейін менің бастықтарым мені жақтыртпады. Сондықтан мен сол о кезде бірлестіктердің жоғары кеңесінің орынбасар едім. Содан мені жұмысымнан босатты. Сіз енді кішкене мына бізге бір бағытпен жүре алмайсыз. Ана социализмге барайық деп жүредік. Сіз мынандай теріс нәрсе айтып отырсыз деген. Содан мен партиядан кеттім. О кезде бізде жаңадан демократиялық партиялар орнап жатқан 4-5 партия. Содан Моңғолияның премьер-министрі жүрген Бембусрун деген кісі болды. Ол кісі екеуміз жақсы таныс едік. Содан сол Бембусрун Зардықан дейтін біздің адам болған, сол кездегі Моңғолдың жоғары парламентінің орынбасары. Осы барлығымыз бірігіп Моңғолдың дәуірлеу партиясы дегенді құрдық. Дәуірлеу партиясы. Сол партияны мүше болып, сол коммунизммен кеттім. Одан кейінгі мен сол дәуірлеу партиясының жолымен. Ал дәуірлеу партиясы дегенім соңында демократиялық партияға қосылды. Содан мен өзімнің туған аймағыма кеп, Баян-Өлгейде алғашқы біздің ұлттық демократиялық партия деген екеуі қосылып солай істеген. Соның бастығы болып 4 жыл істедім. Сонымен сол 90 жылдан кейінгі менің көзқарасым бір бөлек болды. 90 жылға дейін коммунист партияны айтқанмен жүріп келдім. Енді сіздің анау «Ізім өзім» деген кітабыңызда бір қызметке самолетте ұшып келіп, келе жат тағайындалдым деген жеріңіз бар, осы туралы кішкене айтып берсеңіз. Сол кезде мен бір өзі көп жыл мына Баян-Өлгей дейтін қазақ аймақта туғаныммен онда жұмыстап көрмеген. 40 жыл істегенде, соның енді 35-36 жылы басқа жерлерді істедім ғой. Содан 1991 жылы жоғары кеңестің орынбасарынан кетіп, Америкаға барып кеп, Америкада ауыл шаруашылық биржасы дегенді көріп келдім. Содан сол биржаны орнаттық Моңғолияда. Орнаттым. Соның бас менеджер едім. Содан мен туған жеріме бір барайыншы деп Баян-Өлгей аймағына ауыл шаруашылық биржасының бөлімшесін орнатып, соның бастығына келдім. Содан 4 жыл жұмыстадым. Өзі туған жерімде жұмыстаған 4 жыл болды. Сода жұмыстап жүргенде 1996 жылы сайлау болып, сайлауда демократиялық партиялар жеңді.
алғаш рет үкіметті демократиялық партиялар орнатты. Сол кезде мені Ұлан-Батырда жүредім. Ұлан-Батырда партияның бастығы Елбекдорды шақырып, Зақа, сіз біздің бұрын 18 бе, 17 ме сондай министрлік болған бізде. Сол 18 министрлікті 9 министрлік болғанбыз. Осының ішіндегі ең ауыр министрлігі ауыл шаруашылық өндіріс министрлігі деген. Ауыл шаруашылығын жауаптанады, сауданы жауаптанады, геология, мына тау кен өндіріс деген сияқты, содан барлық өндірісті жауаптанады. Осыған сізді мемлекеттік хатшыға келсеңіз дейді. Сосын менен көп жыл ішкерге жаққа жұмыстап жүрген, өз аймағыма келгелі 4 жыл болған. Сосын келіп ағайын туыстарыммен, үй ішіммен ақылдассам барлығы сіздің қаңғырғаныңыз жетеді енді. Енді о жаққа бармаңыз дейді. Содан ақылдасып келейін деп айтып кеттім алдында отыр. Содан самолеттен кеп түсе қалсам, қонақ үйге келдім. Қонақ үйде бір кісілер Зақа, жаңа жұмысыңыз құтты болсын деп қолымды алады. Ой, мен жаңа жұмыс, мен самолетпен түстім жаңа. Ой, сізді жаңа мына телевизорден ауыл шаруашылық өндіріс министрлігінің мемлекеттік хатшысы Зарқан қойылды деп сөйтіп айтып жатыр. Деп содан барып білдім, сонымен ауыл шаруашылық өндіріс министрлігінің мемлекеттік хатшысы 1996 жылдан бастап 2000 жылға дейін істеді. Енді сол енді Моңғолия социализм, коммунизм жолындағы мемлекет болды, жалпы осы жемқорлық деген дүние болды ма? Жоқ, бізде әлде жасырын ұстады ма оны? Жоқ, біздің кезімізде жемқорлыққа жол берілмеді ғой деп отыр. Осы социалист мемлекеттердің бір жақсылық сол кезде жемқорлық дәл осы кездегідей сондай өршіп кетпеді. Неге дегенде партияның мүшесі жүру үшін бір тиын жеп қойсаң да, вот содан сұрау сұрайды. Сондықтан қорқамыз. Екінші, ішімізде бай адам жоқ қой. Бір келіп кедейміз, неменеміз, қайдан жейміз. Үкіметтің берген ақшасын ғана сол жұмса деген нәрсесіне жұмсап, соны дәулетін дұрыс пайдалану керек. Ал жемқорлық болды ма десеңіз, о кезде бізге мүмкін білдірмейтін болу керек. Социализмде аудан нәрсе жасырын болды ғой. Жек қойғандарды жасырын бірдеметіп арғылай жөнелтетін болу керек. Ал біз өзіміз осыны көрмедік. Әмбе тіпті сондай жейік, мына пайдаланып кетейік деген осындай сезім бізде болған жоқ. Бұл енді социализмге солай болды. Ал сол социализм қалай аяқталды? Мемлекеттік дәулет қалай жоқ бола бастады, жекешелендірілді. Сол жекешелендіруден бастап-ақ негізі сол жемқорлығымыз өрлеп, қаулап кетті ғой. Ал бірақ мен жаңа айтып отырмын. 300 өндірісті жекешелендіргенде мен ішінен бір теңгенің өндірісін болмаса, өзіміз соны таңғап жүріп, елдің бәрі бұрын өзіммен бірдей жүрген жігіттер барлығы өндіріс жекешелендірер олар, үлкен өндіріс. Сөйтсем олар өзінің ақшасымен өздері сол өндірістің ақшасымен қайта өндірісті жекешелендіріп алып, үсті бары қарай кетеді екен. Ол кезде менің басыма ондай нәрсе кірген жоқ. Осы күнге дейін балалар сұрайды менен әуелі. Тіпті жай адамдар да сұрайды. Зақасы осы үлкен ішінде жүріпсіз, соның ішінде жемқорлықтың ішінде жүрдіңіз ғой деп. Бірақ менің ойым ол әлі кірмейді. Бұл енді қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік қызметке келіп жатқан, және сода істеп жүрген жастардың үлкен бір үлгі болатын әңгіме ғой. Екіншіден, қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік қызметтегі азаматтарда мемлекетшілдік, бәрін айта алмаймын, бірақ ұлтшылдық, патриоттық деген сезімнің жоқтығынан ғой деп ойлаймын. Қалайда бір алып қалу керек, қалтаға салып қалу керек деген ұғымнан әрі арыла алмай келе жатырмыз ғой. Енді келесі бір сұрағым,
мына жалпы Монғолияның қазақтарға деген көзқарасы қандай болды? Қазір қандай болып жатыр? Меніңше енді дүние жүзінде қазақтардың ішінде бір еркелеп өсіп өніп келе жатқан қазақтар осы Монғолияның қазағы ұқсайды. Ешқандай бір саяси қысым көрместен емін еркін. Дұрыс айтасың. Мына біз Монғолияда қазақтар дегенде соңғы кезде шыққан термин ғой мынау. Ел ата жұртқа оралғаннан кейін Монғолиядағы қазақтар, Қытайдағы қазақтар деп. Осы Монғолияда қазақтардың ішінде өстік, тудық. Содан осы Қазақстанға мен мемлекеттік хатшыдан рұқсат алғаннан кейін пенсияға шығып, сол пенсияға шыққан соң осында көшіп кеттім. Ал бірақ енді осы кезде менің байқаған, Монғолияда мен қазақша 10 жылдық мектеп бітірдім. Жоғарғы мектепке барғанда бір сөз моңғол тіл білмеймін. Сонда әмбе жоғарғы мектепке ілестіру үшін осы кісідегі ұқсап, енді мен тәнеміне жерінен кеп сыналмайды. Ұлан Батырға барып, орталығын астанасына барып, сын береміз. Сода сын берген болдық, енді бірақ өттік қой айту. Ал енді одан кейін мен студент болдым 5 жыл. Ар жағында енді барлық өмірім сол Монғолдардың аймақтарында өтті. Дәл қазақ аймағында отырған азамат емеспін мен. Бірақ сонда менің байқаған, өзің ойлашы. 25 жасында аймақтың, облыстың орынбасары болдым ғой мен. Облыстың орынбасары. Сонда ол мен жұмыста жүрген Восточно-Габийский, немесе Шығыс Қобы дейтін сол аймақта менің болмаса бір туысым жоқ, бір қазақ кісі болса дағы да айтарым жоқ. Неге дегенде ол монғолдар енді біздің сол еңбегімізді бағалап, қане сөйтіп қойып отырған. Сол сияқты бізді өте қатты құрметтеп тұрды. Сол кездің өзінде Монғолияның министрлерінің ішінде біздің Тлейқа, Мәулет деген үлкен адамдар болды. Барлығы министрлер болды. Мен 1981 жылы орталық партия комитеті шақырып жатыр дейді. Соны шақырып жатыр деген соң аймақтың орынбасары Сежіп дейтін ақсақал болып еді. Сол кісі айтады, сен екеумізді орталық партия комитеті шақырып жатыр. Ой, неменеге шақырады? Қыстың дайындығын тексеретін болу керек. Қыстың дайындығын материалдарын алып жүр деді, алып кеттім. Содан барып, сол кездегі үкіметтің ауыл шаруашылығын басқарған партияның хатшысы болған, үлкен Жагбыр деген кісі. Ауыл шаруашылығын жауаптанған министрлер кеңесінің Арықша дейтін бір орынбасары болған. Содар қабылдап, ой, сізді мұны аймақтың орынбасарына қоямыз деп жатыр ғой мен. Ой, мен оны істей алмаймын, қазір 25-26-қа келген жігіт ондайды қайдан істейді. Деп содан о кезде бюроға кіргізеді, политбюро дейтін бюро бар. Соған кіріп, енді о кезде тағы да кішкене орыс тіл дейтін бірдем айтып жүрді. Сол бюроға кіргеннен кейін Сейдімбал деген кісі болған о кезде. Ана орталық партия комитетінің бірінші хатшысы ғой. Сол кісі мені алдындағы ақсақалдан сұрап, о кісіге рахметін айтып, сіз пенсияға шығарым деп, сізге рахмет, енді сіз Ұлан Батырдан үй алам десеңіз, үй берейік, жұмыс аламыз, жұмыс берейік. Орныңызға кісі дайындадым дегенде, мені ертіп келдім, мына кісі деді, соны тұрдым. Атың кім? Зарыққан. Ой, қазақсың ба? Қазақ. Ой, сен монғолша қайтып сөйлеп тұрсың. Монғол тілді осы Торновыда жоғары мектепте оқып жүріп үйренді. Ал онда сен өз тарихыңды монғолша айт деді. Содан монғолша айтты. Содан мен бекітіп рахмет саған, мұна туған алыста қазақтың ішінен келіп, мұна қоуға жұмыстап,
Содан енді елдің көзіне көрініп, мұндай жұмысқа қойылып жатқан рахмет деп әкісі. Бекітейік деп қолдарын көтеріп бәрі бекітті. Сен де ойлашы енді. 26-27 жаста, 25-тен, 26-тан ғой деймін. Сондай жігітті ішінде бір туысым отырса, осы жаққа келгеннен кейін естіп жүрмін ғой анда-санда. Кришаң бар ма дейді екен ғой. Иә, менде криша жоқ болды ғой енді ол жерде. Сол криша жоқ болса да, солай әкістерін құрметтеп, соны орынға қоймақ орынбасарға кетті. Сонда міне, содан бастап сол мұңғылдардың ішінде жұмыстағанда мен өмір бақи енді пенсияға шыққанша сонда жұмыстадым ғой. Бірақ бізге бір басқа көзбен, басқа ниетпен қарайтын моңғол адам көргем жоқ, бірінші. Екінші, біздің Байөлгейге ерекше көңіл бөліп отырды. Ерекше көңіл бөліп отырғанның мен бір екі нәрсесін айтып кетейін деп отырмын дағы. Монғолияға барған қазақтарда жер жоқ. Баяғыда ғой, ертеректен бастап отыр. 1860 жылдарда Монғолияға көшкен, Алтай Қобда бетіне деп айтады, біздің жақта Қобда бетіне көшкен. Сол Қобда бетіне көшіп келгенде 1912 жылы Боғды хан қазақтарға жер берген ғой. Жер берген. Одан кейін Қошуын орнатып берген. Сол Қошуынның көп жыл істеген бір әкімі Тұрды дейтін кісі болды. Сол Тұрды ақсақал мына үкіметтік кіші құрылтайдың мүшесі екен. Біздің сол кездегі қазақтардың ішінен ең алғаш еңбек қызыл ту орденін алған осындай адам. Сол кісі біздің Монғолияның премьер-министрін мына біз қазақтар Монғолға келгеннен бері үкіметтен бірде-бір кісі барып бізге танысып көрген жоқ. Дегенде сол кісі 1936 жылы барып қазақтың тіршілігімен танысып, сендердің діндерің білек екен, салт дәстүрлерің білек екен, осыларыңнан айнымай жүре беріңдер деген ғой. Міне қараңыз, үкімет сөйтіп. Енді одан кейін Сейтен балдарға барды, басқасы барды. Байөлгей үшін ерекше осындай құрмет көрсетіп отырды. Осы күнге дейін сол дәстүр қалпында. Ана арғы тегін қандай деген соң, тегінен сондай басталғандықтан, осы күнде солай қарап отырады әлі Байөлгейге. Мысалы, Байөлгейде жаңа депутаттарды сайлағанда 3 аймақтан бірігіп, бір немене болғызып, сайлап жатыр ғой. Сонда Байөлгейдің өзінің жеке бір бөлек болғызып, ол жеке депутат сайлайтын осындай мүмкіншілік беріп отыр. Ал біз негізгі заңға да бекіткенде, Монғолдың демократиялық негізгі заңын бекіткенде, Монғол тілі негізгі мемлекеттік тіл, ал басқа ұлттар, басқа ұлт дегенде жалғыз қазақ қой Монғолда. Өз арасынан мәдениетін, әдебиетін, білімін қазақ тілінде жүргізуге болады дегендей үстіп кіргізіп қойдық. Қойғамыз. Ал енді мен жыл сайын барам Монғолияға. Жыл сайын барам, барғанда байқап жүрем. Монғолияның моңғол азаматтары, моңғолдар жал. Қазақтарға көзқарасы әлі жақсы. Ал бірақ ішімізде тағы да оларға жақпай қалатын нәрсе істеп қойған кісілер бар ғой. Солардан болып кішкене сөз шығатын, өздері кейде бір тарыспай қалған, құсап қалған, осындай жағдай. Ал бірақ жалпы деңгейі бұрынғысынан төмендеп кетпесе де, осы күнге дейін сол бұрынғы қалай құрметтеп келді, қалай оларға көзқарасы қалай болды, сол қалпында. Ал осыны менің Монғолияның қазақтарының ерекшелігі. Неге дегенде Монғолиядан келген қазақтың барлығы жоғарғы мектеп жоқ дегенде техникум бітіріп келді ғой. Енді осыны ойлағанда Монғолияда қазақтар өте ерік. Ал бұлар дүниежүзінде қазақтардың ішінде демократияға ал деп моңғолдармен бірге кіріп кеткен қазақ болғандықтан осы жаққа Қазақстанға ата жұртына келгендердің өзі біздің дұрыс жұмыстап, өз орындарын тауып, халқына сенімді, Қазақстан халқына осында
әртүрлі жұмыстарға дейін барып отыр. Міне депутаттыққа дейін бардық қой енді. Біздің Монғолиядан келген 3 азамат депутат болып отыр қазір осында. Жалпы енді бұл сөзіңізде мына қазір ел ішінде тарап жүрген қазақтар кезінде сен 30-шы жылдар, 32-ші жылдар аштық кезінде, 37-ші жылдар репрессия кезінде бізді тастап қашып кеткенсіңдер деген әңгіменің өтірік екенін дәлелдеп отыр ғой, біріншіден. Екіншіден сіз енді жаңа 40-тан астам мемлекетте болдым дедіңіз. Біздің мына Қазақстанның экс-президенті Назарбаевпен кездескен кездеріңіз болды ма? Ол кісі қандай адам еді? Енді ол Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның тарихы ғой енді. Назарбаевпен басталды, оны құлағымызбен естіп, көзімізбен көріп отырдық. 1992 жылы күземет, мына дүниежүзі қазақтарының алғашқы құрылтайы деген болды ғой. Дүниежүзінің алғашқы құрылтайы болып, осыған мына менің жұбайым Мәнур екеуміз делегат болып келдік. Бізден келген. Сол делегат болып келіп, Назекеңнің баяндама қойғанын көрдік. Оғыздың кешкі асында болдық. Осы ұқсап Назарбаевты ал деп көргенім сол болды. Ал соң 1996 жылы, жылын теріс айтып қою мүмкін. Назекең Қытайға бара жатып Монғолға түсті. Қытайға бара жатып Монғолға түсіп, сонда бізде сол зиялы қауымнан бір 10 нешегісін жеке қабылдады. Сонда біз соның ішінде болдық. Сол кезде біздің айтқан жалғыз тілегіміз, сіз мына қандастарыңызды қабылдағанда, ана Германия ұқсап, барлығын дайын болғызып, үйі дайын болсын, жұмысы дайын болсын, тілі дұрыс болсын, содан кейін барып, осындай дәрежеге жеткізсеңіз деген жалғыз сөз айттық. Енді біздің айтқан нәрселеріміз. 10 неше істеген Улан Батырдағы зиялының ішінде бір азғанасы ғана ғой. Осыменен осы екінші рет кездескен. Ал одан кейін сенде телевизор ол көріп жатқан. Ал бірақ Назекеңді біз Монғолиядағы жалпы дүниежүзінде қазақтарды Қазақстанға ата жұртына келтіруге үлкен әсер еткен адам деп көремін. О жағынан ешқандай айтар неменем жоқ. Ал Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін бастап 30 жыл бастаған кісі дегенде, осыны істеген еңбектері бар, оны теріске шығаруға болмайды. Ал осының ішінде ең теріс болып кеткен нәрсесі, 30 жылда біз не социализм емес, не нарық емес, осы өте қиын кезеңді бастан кешірдік. Осыған енді қазіргі болмай жатқан нәрселердің барлығы сол кезде шетінен фундамент құйылып қойған осындай нәрселер болып отыр. Енді о жөнінде ол кісінің істеген істерінің ішінде егер терістігі болса, оның халықтың қазіргі айтып отырған ақпаратта, телевизда, радиода, сосын газеттерде, сосын мына кітаптарда шығып жатыр. Осыдан оқып отырғандықтан жалпы халық өз бағасын беріп отыр ғой деп ойлаймын. Менің өз ойым әгі, енді ол кісінің істеген ісін теріске шығаруымызға болмайды. Ал бірақ бір өте қиын жері, мына жемқорлықты өте жоғарғы сатыға шығарып кетті деп үстім ойлаймын. Енді қазір сіз енді 3 дәуірді көріп келе жатсыз. Коммунизм заманын көріп келесіз. Ескі Қазақстанда өмір сүрдіңіз. Міне 2019 жылдан бері жаңа Қазақстанға аяқ бастыңыз. Айырмашылық бар ма? Осы мына осы көп кісі сұрайды, осы айырмашылық бар ма деген сөз өте қиын сөз. Неге дегенде? Қандай бір мемлекетте, қандай бір революция шыққанымен, ол революцияны жалғастыратындар бұрынғы системде жұмыстап жүрген адамдар болады. Бізде де сол. Назекең кетті ме кетіп қалды, Тоқаев келді ме келді. Бірақ
Тоқай бұл өткеннің барлығын жоқ қылып тастап, өңкей жаңа адамдарды қолдан жасайтын емес, ол қайдан жасай алады. Бірақ бұл кісінің енді жаңадан келгенмен маған көңіліме бір немен ететін нәрсесі, бізде демократиялық өзгерістер кіре бастады. Кіре бастады демес. Мен енді негізгі заңға байланысты айтатым бар. Бұрын бізде негізгі заң болды. Соңында кішкене өзгерістер кіргіздік қой енді Қазақстанда. Бірақ бұрынғы негізгі заң тек билікке ғана әсер ететін, халыққа қажеті жоқ негізгі заң еді. Мен мысалы айтайын. Бізде негізгі заңның соты деген болған жоқ. Негізгі заңның кеңесі деген болған, ол кеңес билік мен мынандай істегелі жатыр ем, осы бола ма дегенде қорқатын да болады деп қана жауап беретін осындай жер болған. Енді бізде негізгі заң сот орнағалы 1-2 жыл болды ғой міне. Енді сол сот болғандықтан негізгі заңды бұзған қандай бір басқа заң болса, сол сотқа береміз деген халық әлі ұғып біткен жоқ. Оған біз Монғолияда негізгі заңның сотын 1992 жылы орнаттық. Содар енді қазір 30 неше жыл болып кетті. Сол негізгі заңның сотын әлі халық дұрыс қабылдап, өзінің мүддесін қорғай алмайды. Осындай жағдай жүргенін көріп отыр. Ал бізде енді жаңа бастап жатыр. Деген сияқты бізде барлығы солай болып жатыр ғой енді. Ал бұл жаңадан басталып жатқан істерді біз қолдауымыз керек. Ал бұрынғыларды бірақ жоғалтып тастап бастаймыз десек, бұл кісілер енді біздің халқымыздың өзінің қазір 30-ға келген жігіттер сол кезде туып жатқан балалар ғой. Енді ғана олар ойбай, мұны бөлек нәрсе екен ғой бұрынғы айтып жүргенімізден деп жаңадан оқып жатыр ғой деп сөйтіп айтамын. Неге дегенде біздің жастар осыны жақсы ұқса, ол ана аппаратта жұмыстап отырған бұрынғының адамы, анада отырған Түгенбайдың адамы, анау Түгенбайдың дегеннің орнына оның терістігі болса, заңменен өз жауапқа тартылатын болу керек. Дұрыс істеп отырса, осы үкіметке пайдасы тиіп отырса, онда ол істей беру керек. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Назарбаевтың кезінде қандастардың келуіне үлкен бір жол ашылды деп. Сол жол осы соңғы жылдары кішкене тұсау салынып шідерленіп қалды. Өйткені түрлі бір құжаттарды ойлап тауып, қандастардың Қазақстанға келуіне кедергі қойып кетті. Міне кеше ғана біздің студиямызда ауғандық қазақ жігіт Сәми Атағұл деген азаматтан сұхбат алдық. 8 тілді білетін, бірнеше мемлекеттердің елшілігінде қызмет істеген азамат Қазақстанда қалғысы келеді, алайда оны біздің жергілікті биліктер қалдырғысы келмейді, депортациялағысы келгенде өзінің паспортын жыртып жіберіп қалуға тура келіп, қамалын ойластырып жатыр. Осындай кедергілердің неге жасалып жатыр? Неге ол мынау Қытайдағы, Монғолиядағы, басқа мемлекеттегі қандастарды толассыз әкеп, қазіргі бос жатқан солтүстік өңірлер бар, ана батыста бос жатқан мына аю дейміз, аю мемлекетпен, айдақыр мемлекеттермен шекаралас аймақтарға орнатып, кішкене қазақтың санын көбейтуге неге мемлекет мүддесі деп ойлайсыз? Біздің мемлекеттің мүддесі қазақ қой. Қазақ. Ал біз Қазақстан деп атап жүрміз, бірақ қазақ мемлекетіміз қазақтың мүддесін қазақ қана қорғайды. Бір байқап отырғаным, мына енді мисал жаңа бізде тасқын болды, соның тасқын. Сонда жүгіріп жүргеннің аудандысын мен көрмей қалам ба? Өз жүгіріп жүргеннің бәрі қазақ. Егер соғыс болып кетсе, тек қазақ ғана соғыса ма? Деген сияқты ой туады ғой енді ол. Ал бірақ енді осы қандастарды отанына әкел туралы заң мүттем өзінің аумағынан асып кете алмай отыр, осы күндегі аумағынан. Бұл кең болу керек еді. Неге дегенде дүние жүзіндегі қазақтардың саны біздің осында жүрген қазақтардан көп болып отыр ғой, негізі. Ал оларды келтіру үшін бір негізгі заңға пара-пар келетін заңды көп жыл керек дейтіндей қылып қабылдау керек.
Ал осы күндегі біздің көші-қон туралы заңымыз жылына 1-2 рет өзгереді. Ол біреуін оқып біткенше кересіші қуатсыз болып қалады. Сондықтан, егер мына қандастарды отанына әкелу, ата жұртына әкелуде бұғысаған солқылдақтық ешқандай бізге көмек болмайды. Бұны тек заңнан бастау керек. Ал әйтпесе, осы күнде осыған әсер етіп отырған кісілер бар екен деп отырмын мен. Бұлар неге бүйтеді? Ана осы күні бір телевизордан естіп қалдым. Қандастарды адам деп көруге болмайды, оларды оқытуға да болмайды, оларды жұмысқа бермеу керек, олар баяғыда қашып кеткен. Ал бұл неге, кім қашып кетті, қашан қашып кетті? Олар неге оралып жатыр дегенде, мына бодандық сезімменен қабылдамай тұр ғой. Бодандықта 70 жыл жүрген халық, сол ұрпағы арғы тегінен бастап бодандық миына құйылып қалған. Енді сол қалпымен, әлі сол қалпымен. Әсіресе бұрынғы Совет мемлекет кезіндегі басымызға құйып қойған орыс тілділік, орыс жақтаушылық, орысқа құдай деп көріп қараушылық, осының бәрі бізге бөгет болып отыр. Өте бөгет болып отыр, байқап отырмын. Мысалы, мына негізгі заң деген бар екеншін болса, неге олар алтыға облысқа келеді? Ол 21 облыстың кездірілген жері, ол қайдан кетті, қай жерге барам дейді өзі. Келгеннен кейін тіршілік ету керек, оған қандай мүмкіншілік жасау керек. Сондай біздің қазір заң, осы көші-қон туралы заңымыз өте жаңа заманның талабынан, Қазақстанның талабынан қалып қалды. Осыны біздің президент те міне біреу құрылтайдарында дұрыс айту керек еді. Ол кісі айтпай тұр, ол кісі өзі сол 6 облысына келсе келе берсін дегендей қылып жүр. Ал мына үкіметте отырғандар мүттем оны қабылдағысы келмейді. Сонда біздегі сол енді олар оралман деп бұрын атап жүрген осы халықтарымыз бізге қаншалық Қазақстанға себеп тиіп жатыр дегенді ойлау керек. Қазір 1.200.000 деп кейбіреу айтып жүр, миллионнан асып кеттік деп айтты. 4 миллионға жетті. 4 миллионға жетті. Ұрпағымен ешкі. Ұрпағымен ешкі кешіп қалдылар. Сонда солар бізге қандай әсер етті? Оларға ақша бермеу керек, оларға жұмыс бермеу керек дегенде айтып жатты бір әйел. Сонда сол 4 миллион бай, 1 миллион байтын сол келген халық мына Қазақстанның көркеюіне қандай үлес қосты дегенде бір пайымдайды. Зерттеу керек. Зерттейтін осындай кез келді. Ал осыған біз әлі бой бермей жүрміз. Ал енді мысалы мына осы жөнінде мәселе көтеріп жүрген кісілердің ақпараттық ұйымдардың біреуі сендердің ұйымдарың екен. Осыған мен қатты қуанып отырмын. Ал енді басқалары да осы құсап қозғалатын болса, осы ағайындарды әкелсек, мына дүние жүзінде қазақтардың ішінде не сияқты әдемі адамдар жүр ғой. Бірақ ол әдемісі кем жоқ. Оның сыртында талай мамандылар жатыр. Баяғыда Байөлгейден қазақтарды көшіріп келгенде ескі құс киімдерді жинап келгенде берейік деп тұрса, қырымтон киіп түсіп жатыр дейді бәрі. Соғысаған олар тұтас халық болған адамдар емес, қиыншылықты көрген, көшудің қиыншылығын көрген, басқа ұлттың ішінде өмір сүруді үйренген. Оларыңызда өте келешек бар. Меніңше болашақта мына кезінде бір болды ғой. Көші-қон комитетін еңбек министрлігінің құрамынан алып, жеке өзінің бір агенттік құратын уақыт келген сияқты. Себебі еңбек министрлігінің өзінің жұмыспен қамту, басқа да бағдарламасы жеткілікті. Сондықтан да осы көші-қон агенттігін жеке құрып, оған бір құзырет беріп, әр облыста өзінің өкілдіктерін ашып, осы саланы бір жүйеге келтіру керек. Сосын кейін сіздің сөзіңізден түсініп отырғанымыз, қазақтың тілі қазаққа керек, қазақтың жері қазаққа ғана керек. Басқа ешкімге ешқашан ол керек емес. Жаңағы айтып отырған
2,5 миллионға жоқ шетелде қазақтың барлығының жүрегі Қазақстан дегенде соғып тұрады да, олардың барлығының арманы осы елге бір жетіп алсақ. Олардың ішінде жаңа рас айтқандай кәсіпкерлер де жетеді, ірі кәсіпкерлер де бар, қаншама миллиондаған инвестиция әкелетін шамасы бар адам, азаматтар бар. Соған бір биліктегі бір мүдделі топ қатты кедергі болып отыр. Мәжілісте Қазыбек Иса тағы біраз депутаттарымыз шырылдап осы көші-қон заңын өзгеріс енгізейік дегенмен сенатқа барғанда өтпей қалады. Немесе сенат қайтарып жіберіп мәжілісте тағы кедергі болады. Әйтеуір сол екі ортада енді бір мемлекет қаншама заңгерлері бола тұрып, бір көші-қон заңын осы күнге дейін реттей алмайды деген үлкен бір енді мемлекетке де үлкен сын ғой. Осыдан кеп қарағанда мына бір үлкен мәселе тіл мәселесі. Жаңа өзіңіз айттыңыз, Моңғолияда мысалы қазақ тілінде еркін қолданып, қазақ тілінде еркін өмір сүруге жағдай жасалды деп. Неге Қазақстанда қазақ тілінде еркін өмір сүруге жағдай жасалмады? Не айырмашылығы бар бұның? Осы ең қиын мәселе осы тіл болып тұр ғой. Мына дүние жүзінде екі тілді мемлекеттік тіл қылып қойып отырған біз сияқтымыз ғой, өзі байқап отырсаң. Қай бір жерде мына ұлттың жойылатын негізі тілде. Тілінен айырылса жерінен айырылады, жерінен айырылса сонымен ұлтынан айырылады, сонымен бітті. Мына қазір біздің енді орысты жамандамай бермейік, бірақ орыстағы көп ұлттар өзінің тілінен айырылып қалған барлығы. Ал бұнда да 1 миллиондай қазақ жатыр, бірақ өз тілінде мектебі бар, қазақ жоқ. Сонда тіл деген мәселені бұл ерекше құрметтеп, ерекше мән бермесек, тіл мен жер екеуінен айырылсақ, одан кейін Қазақстан қазақ емес, Қазақстан емес. Осымен кетеміз. Мына көп елдерге байқасаңыздар, Совет мемлекет тарағанда тарай салыменен өзінің тілін мемлекеттік тіл деп жариялады ғой. Мына Балтық теңізінің маңындағы елдер мысалы. Ал мына өзіміздің өзбек, міне қасымызда отырған. Бұлар орыс тіл туралы сөз қозғаған жоқ. Ал біздегі ең қиыншылық бірінші мемлекеттік тіл қазақ тіл дейміз де, орыс тілі сонымен бірдей керектеніледі дегенде қоямыз. Сонда мында екі-үшті мен ойлаймын, енді осы негізі заңды осы бізді бұзып тұр дегенде, біздің парламентте отырғандар немене дейді, бір сұрау дейме, бірдеме жіберіп жатыр. Сұраныс жіберіп жатырмыз дейді. Сұраныс жібергеннің орнына өздері заңның негізін шығарып, мұнан бұлай жіберейікші деп неге ойланбайды. Біздегі парламент жұмыстамай отыр, мен ойлағанда. Парламентте жұмыс көп. Бірақ парламент мына дүниежүзілік парламент құсап жұмыстамайды. Өзің айтып отырған бірнешеу ғана айғайды, бір 10 шақтысы ғана. Ар жағындағылар үндемей жатады. Ал барлығы бұлардың айту сол сұраныс салғанда сұранысқа көп жаза береді. Оны үйтіп жазғанның орнында өзінде заң қабылдайтын, заңның жобасын жасайтын өзінде міндет тұр. Сол міндетін орындау керек. Өзі сен қанша заң шығардың өз ана жерде отырғанда. Неше сұраныс салдың емес, неше заң шығардың. Неше заңға өзгеріс кіргіздің. Осыны сұрау керек. Бірінші, екінші, қайсысын сөйлесеміз, қайсысын сөйлеспейміз деген келіспейді бұлар. Өздерінің жаққанын ғана сөйлеседі, ана жақтан сөйлеспіңдер деген сөйлеспейді. Сонда біздің парламент әлі демократиялық парламент емес. Жартылай коммунисті, жартылай тоқырау кезеңінің, жартылай жаңа заманның парламенті болды. Осы парламент жұмысын өте тез өзгертпесе, ана Тоқаевтың айтқандарының өзі кері кетіп жатыр. Мынау сайып келгенде бұл зиялы мемлекеттегі биліктегі үлкен азаматтарға ақыл айтатындай, шындықты беттен айтатын зиялы қауымның жоқтығының кесірінен деп ойлаймын. Енді мен өз басым бұны қазіргі кездегі зиялы қауым емес, зиянды қауым деп есептеймін. Кезінде Шерхан Мұртазалар, басқа да мына Әбіш Кекілбаевтар, олар енді мемлекеттік деңгейде үлкен бір ой қозғап,
мақалаларын жазып, үлкен жиын кеңестерде өзінің ақыл кеңестерін айтып отырып, бір дұрыс бағытта мемлекеттің дамуына жол салды. Дәл қазіргі кездегі біздің зиялы қауым деген азаматтарымыздың көбі сол Ақорданы жағалап, орден медаль сұраудан аса алмай жүр. Сонда сіз енді жалпы өз басыңыз зиялы қауым бар ма қазір? Бір кездері зиялы қауым дегенде біздің кезімізде зиялы қауым деген қандай бір істі бастап, соны көтеріп, соның деңгейін жоғарылата беретін адамдарды зиялы қауым деп айтатын. Ол қандай мектеп тауысқаны, қайда жүрген ол белгісіз. Ал енді осы заманда зиялы қауым дегенде кейде мен таңғаламын. Зиялы қауымымызда бұрынғы зиялылардан айырмашылығы бар ма дегенде жоқ сияқты. Бірақ зиялы қауым осы заманның тақауырына сай келіп тұрма десең, одан өзі қалып қалған. Өзі қалып қалғандықтан енді келешекте мынандай істерді істесек дейтін ондай өзіне міндет ала алатындай зиялы адамдар аз. Ал екінші, мына біздің зиялы қауымдар осы 30 жылда қатты басылып қалған. Неге дегенде, мысалы, біздің ақындар бар. Ақындар 30 жылда өзі негізі тоқтап болған ғой. Үкімет басшыларын мақтамаса басқа жұмыста болмай қалған ба? Сондай болып қалған. Ғалымдар академиясын таратып тастаған. Олар тіпті енді да қайтерін білмей жүр. Ал одан кейінгі мына парламенттегі, үкіметтегі зиялы қауымдар жалғыз кісінің аузына қарап қалған. Сондықтан олар зиялы болып өсіп шыдамады. Өсе алмай қалған. Ал енді жаңадан зиялы қауым қайтадан жинала бастау керек. Енді мен біреу соңғы кезде бір жастарды іріктеп жатыр. Осылардан келешекте үлкен адамдар шыға ма деп. Тілеймін енді өз ойым. Ал енді зиялы болу деген сөз халқыңа бірінші сөзіңді, ақылыңды айта алатын. Соны өзің істей алатын. Сонымен оларға мысал болып, жетекші болып жүрілетін. Бізде жетекші болатын зиялы қауым аз. Ауданда да жоқ, ауылда да жоқ. Ал осының ішінде ауылды мүттем тастап кеткен. Бізде Қазақстандағы ең қиыншылық ауыл деген нәрсені бірақ ұмытып кетті. Сондықтан ауыл ыдырап жатыр, ауыл құрып жатыр. Ауыл құрып жатыр деген сөз біздің халқымыздың әл-ауқатын нашарлап жатыр деген сөз. Ауыл тіріліктің көзі ғой. Вот сол ауылда тіріліктің көзі, сөйтіп отырғанда сол ауылды құртып жатсақ, келешекте бізден не шығады? Түк те шықпайды. Бұл сұрақты мен бір жеке қояйын деп отырғам. Сіз енді жауап беріп жатсыз. Бір мемлекеттің ауыл шаруашылық саласының тізгінін ұстап, 30-40 мемлекетті аралап осы ауыл шаруашылық саласын зерттеген бір үлкен маман ретінде қазіргі Қазақстанның ауыл шаруашылығының күйі қандай? Алтын, күміс, мұнайды қазбай-ақ сол ауыл шаруашылығымен де Қазақстанның күн көре беретіндей деңгейі бар мемлекет қой. Сондықтан да қазіргі біздің биліктегі ауыл шаруашылық саласында жаңа қой бағып көрмеген азаматтардың отырғандығы, және олардың осы ауылды бірінен кейін бірін жауып, ауылда халықты түгелдей қалаға көшіріп әкеп аладорба ұстатып, базар жағалатып қойғандағы саясаттары не? Түптің түбінде осы ауылды құрту арқылы қазақтың санасына қандай әсер тиюі мүмкін? Рахмет, бұл енді үлкен мәселе. Ең алдымен ауыл деген не дегенді түсінуіміз керек. Ауыл біздің Қазақстанның тірілігі, тіршілігі осы ауылдан басталады. Ал ауылды түсінбегендіктен ауылды құртып жатыр. Түсінбегендіктен құртып жатыр. Ауылды түсіну деген не деген сөз дегенде, мысалы, мен бүйтіп ойлаймын. 1990 жылдары, 95-96 жылдары жекешелендіру болған. Жекешелендіру болғанда Қазақстан теріс заң шығарып алған.
Mına үлкен жері бар, алаңдар. Жер. Жерлерде ешқандай жерге қатысы жоқ лауазымды адамдарға берген. Естіп отырған шығарсыңдар енді мына Қостанайдың, солтүстік Қазақстанның, Көкшетаудың. Торғай. Оның сыртында жай ауылдың қасындағы біріншенде егіндік сөйтіп берген. Ал егіннің алаңы деген басқа елдерде жеке меншік тұтас. Мысалы, мына жерде дүз үй отыратын болса, мына алаң дүз кісінің меншігі. Оның жұмыстатып отырған өздері. Екінші, үстіп егіншілікті құртты. Екінші, мал бағатын ауылдар болды. Мал бағатын ауылдардың малын таратып жіберіп, жайылымын тағы лауазымды адамдарға беріп тастады. Міне ауылды құртқан осы екеуі. Ал ауылға жол салдың ба, жол салмадың ба, одан бұл ауылдың көркею күшті емес. Бірақ енді әзірше жол салу ол керек қой енді. Ал ауыл дегенімізді бір кездері мына теріс ұқтырып қойған ба, бір-екі сиыр дейтін бір сөз бар ғой. Жайылымын жинап алғаннан кейін екі сиыр деп айтпасқа болмайды екен. Өстігімді ойлап жүрем. Сында жайылым жоқ болса екі сиырдан басқа не қылады? Соғысаған енді соңғы кезде айтып жатыр. Жайылым теріс беріп қойыппыз. Енді соны қайтарып жатырмыз 5 миллионға деп. Бірақ әлі болған жоқ. Әгі 5 миллионды қайтарып ап, оны қайтадан беріп жатырмыз дейді. Сонда не ойлау керек дегенде, ана Монғолияда біз ауыл шаруашылығын жекешелендіргенде, малды біреуінде қалдырмай мал бағып жүргендерге бердік, сондағы мұғалімдерге бердік, сондағы дәрігерлерге бердік. Екінші, ана жайылымды жекеменшікке бермедік. Бұл Қазақстанның жерін қайтып алып қалған дегенде, малын жайып жүріп, ана Атыраудан, ана Шығыс Қазақстанға дейінгі жерде малды айдап жүріп, осының арқасында әйтпесе, әшен қалың әскер дайындап, шекараны бетіп қоршақ қойып, мынандай жерді алып қалған жоқ. Сол жайылымның мал, жайылым екеуі қазақтың шекарасын қорғаған. Ал енді Монғолияда жайылымды қалдырдық, оны көпшілік өзі біліп, қайда жаяды, қайда жүрді өздері біледі. Осы күнге дейін соғалдында. Бізде жер жоқ, мал өсір дейді. Мал өсірейін десе жер жоқ, ал жерді өсірейін десе жерді біреу ақ кеткен баяғы. Сондықтан ауыл дегенді ауыл шаруашылық министрлігі тіпті осы жақтан ұмытып кеткен ғой деп ойлаймын. Ауылда нәрсе істеу үшін ауылға кеңесші керек. Ауылда оған ауылдағының бәрі нарық экономикасын үйреніп кеткен халық емес қой. Мысалы, ауданда ауыл шаруашылық бөлімі дейтін бірдеме бар. Ауылдық округ дегендерде ауылға көмек беретіндей, болмаса кеңес беретіндей жер жоқ. Монғолияда ауыл шаруашылығына кеңес беретін кішкентай бөлімшелер құрдық. Ауыл шаруашылығына кооперативтік көмек беретін кооперативтік сондай кішкене сол кездерде құра бастадық әге. Жеке меншікке мал бергеннен кейін, жер бергеннен кейін. Енді осы сияқты. Ал енді ауылда не істеймін десе өз білуге тиісті. Ал бірақ соған кеңес беріп отыратын кісі жоқ, кәдір жоқ. Ауылда тегіндегі малдың дәрігері зоотехник бар еді. Зоотехниктерін бірақ құртып тастапты Қазақстанда. Мал дәрігерлері ол айлық жоқ деп, олар өл басқа кәсіпке кетті. Енді осы күнде мал дәрігері жетіспейді. Қайдан жетседі ана ұқсап тұрғанда. Сондықтан біз ауыл шаруашылығының министрлігіне ауыл деген сенің бір бөлімшең ғой деп ұқтыру керек сияқты. Сонда ғана жұмыстайтын, анда кеңес бере алатын осындай адамдар керек. Мысалы, мен
осы Қазақстан келгеннен бері кооператив дегенді айтып жүрген бір бастық көргем жоқ. Ауылдың негізі кооператив, дүние жүзінде кооператив. Енді сонда ауылдың келешегі дегенді ойлайтын болсақ, ойлау керек. Ауылсыз бұл тіршілік ете алмайды. Тек қаламен тіршілік етем десе, кірпіш жейтін емес, топырақ жейтін емес. Ол нансыз, сүтсіз, етсіз қалай отырады? Сондықтан бізде ауыл шаруашылығының жылы деп қана жариялап қойып отыру керек емес. Ауыл шаруашылығы мүттем түбегейлі жақсартатын осындай үлкен бағдарлама керек. Ал енді мынау бізге келген уақытта шектеліп келе жатыр. Бір соңғы сұрағымыз осы жаңағы Моңғолияның мемлекеттік хатшысы қызметін атқарған, қазір жазушысыз, кітап жазып жүрсіз. Дәл қазір уақытта немен айналысып жатырсыз? Енді мен солай сөйлейтін ауыз жыбырлағаның қоймайды деп мемлекеттік хатшыдан пенсияға шыққаннан кейін осы Қазақстанға көшіп келдім де ауылдан жер алып, үй алып, ауылда тіршілік етейін. Шу жоқ, ешкім бөгетеді. Содан осында кітап жаза бастадым. Неге дегені қарап отыру өте қиын ғой. Сол соңғы Қазақстан келгеннен бері 10 шақты кітап жаздым. Мына соңғы 1-2 жыл, бірнеше жыл мына Моңғолдағы қазақтардың тарихы дұрыс зерттелмей келеді. Теріс кетіп жатады. Кейбіреуі жазатын нәрселерін жазбайды, басқа жақпен кетіп қалады. Осыған байланысты соңғы кезде сол кездегі 2 кісі Моңғолдың өркеніне көп үлес қосқан 2 ардагер туралы. Біреуі Тұрлы дейтін ақсақал туралы қошуындарғы жүрген көп жыл, 8 жыл. Соғыс туралы бір кішкене кітап жаздым. Одан кейін қошуының хатшысы жүрген Қыдырбай деген кісі туралы биыл жазып бітірдім. Осындай аз ғана болса да үлестерімді қосайын деп үстіп жүрген жайым бар. Ал бірақ мен жазушы емес қой енді. Өзімнің білгенімше, зерттеуімше сондай нәрселерді істейіп, ал енді соңғы кезде жазған кішкене өлеңдерім бар, одарды бір кітап қылып шығарып қойдым. Үстіп жүріп жатырмын. Енді мемлекеттік қызметте жүрдіңіз, зейнеткерлікке шықтыңыз. Сол қазір Моңғолияда тұрсаңыз, дербес зейнет алып, мүмкін жеке самолетпен ұшып, осы жақтағы енді біздегі үлкен қызметтер, лауазымды қызметке атқарған адамдар енді бір үлкен жақсы жағдайда өмір сүреді ғой. Соның бәрінен бас тартып, жаңағы Қарағандының Тапар сияқты ауылына келіп, бір кішкентай 2-ақ бөлмелі үйде өмір сүруіңіздегі мақсат неді? Неге сол жақта мемлекет берген байлықпен жайлыққа малынып жата беруге болмады ма? Менің мақсатым өте қызық болды. Менің өңкөй моңғолдардың ішінде жұмыс істедім ғой. 6 баламда моңғолша жетілді. Енді ол 6-ы моңғолша сөйлеп тұрса, келешекте біздің ұрпағымыз не болады? Бірінші осыны ойладым. Екінші, ана жақта жүрсем мен лауазымда жоғарылап, жағдайымда жақсарып үстуге тиісті еді. Бірақ мен одарды ойламайын, ұрпағымды ойлайын. Қазағыма қосайын, қазағым, надарым қазақ болып жетілсін дедім. Мен байлықты балалар деп оқамын. Байлығымыз бала. Ал бүгін мысалы өзім лауазым қуып, өзімді өзім ойлап кететін болсам, о жақта тіршілігім жақсы. Өте әдемі тіршілік етуге болады. Мысалы 2012 жылы ана негізгі заң бекітілген ардагерлерге 70 миллион төгірекке үй салып берді Моңғолияда. Содан мен бардым енді, маған да бірдеме бересіңдер емес, жоқ дейді.
Siz Қазақстанның азаматы, siz ары жүріңіз дейді. Енді сонда балалар соңында тағы айтады, оларға папа, сен елде отырсаңыз жырғап отырғанда екенбіз деп. Жоқ, елде отырсақ, мүмкін дәулетке жырғап отырармыз. Уақытша ғана сол көңіл күйіміз жақсы жүрер. Бірақ ата жұртымызға келіп, ата жұртымызға қосылып, осылардың өркеніне бір чеге қақсақ та үлес қоссақ деп солар сөйтіп айтамын. Бірақ енді сол арманым орындалды. Сол Топарға келдім, қозғалғам жоқ. Қазір немере шөберелерімнің өзі 20-дай болып қалды. Енді осыменен Қазақстанда қазақ болса, Қазақстан қарай тарту керек қой деп ойлаймын. Дұрыс, енді құрметті көрермендер, әрбір қазақ өзінің тілін, өзінің елін, өзінің жерін сыйлап, кез келген байлықтан бас тарта білудің өзі ерлік. Бүгінгі жаңағы біздің бағдарламамызға сұхбат бергенге көптен көп рахмет. Келесі санымызды күтіңіздер. Тағы да жақсы қонақтарымыз болады. Көптен көп рахмет сіздерге.